Сәлеметсіздер ме балалар? Бұл екінші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 92-ші сабақ. Жалқы есім және жалпы есім. Жалқы есімдерді жалпы есімдерден ажырата аламын. Отыз екінші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Қарсы келе жатқанда сәлем берем қарттарға. Көп жаса деп біреуі маңдайымнан сүйеді. Бабаларға болайық, дейді бірі қол жайып. Өстіп күнде бата алам, кездескен әр атадан. Өлең не туралы балалар? Өлең бата туралы. Батаны кімдер береді? Батаны жасы үлкен кісілер береді. Келесі 33-ші жаттығу: берілген сөздердің ішінен жалқы есімдерді теріп жаз. Мұнда балалар ақсақал, қаратау, немере, қала, тараз, Қазақстан, ата, мағжан, ақын, тобыл сөздері берілген екен балалар. Мұндағы жалқы есімдер қаратау, мағжан, тараз, тобыл, Қазақстан. Ережеге назар аударайық балалар. Жалқы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы есімдер деп атайды. Жалпы есімдер кіші әріптен басталып жазылады. Мысалы, ауыл, әже, құс, көше. Отыз төртінші жаттығу: мақалды жатқа жаз. Батамен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер. Балалар дәптерлеріңе мақалды әдемі етіп жазып ала қойыңдар. Мұндағы балалар жалпы есімдерді тап дейді. Жалпы есімдер бата, жаңбыр, ел, жер. Мақалдың мағынасын түсіндір. Батамен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер деп өзінің аты айтып тұр екен, балалар. Яғни қарты бар үйдің шырағы еш сөнбейді. Бата айтылатын үйден ырыс, несібе, береке арылмақ емес. Шығармашылық үзіліс: 35-ші жаттығу: ұйқасын тауып оқы. Сананың ұйқасы дана, ананың ұйқасы сана, даланың ұйқасы қала, қаланың ұйқасы дала. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.